Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Wednesday, яғни сәрсенбі деп аталатын киноның бірінші эпизодымен таныс боламыз. Егер белсенділік барынша мықты болса, онда бірінші маусымды толық салуға тырысамын. Сондықтан лайктарыңызды аямай тіркеліп, пікір жазып отырыңыздар. Ал кеттік, киноны бастаймыз. Wednesday Адамс дейтін черный-белый кейіпкер қыз болады. Ол мектептің дәлізінде әр қадамын алға басқан сайын одан оқушылар ат тонын ала қаша бастайды. Wednesday осыған дейін 7 мектептен қуылып жаманатты болғанының кесірінен барлық оқушылардың бажырайып қарау себебі де осы болады. Осы кезде Wednesday сөрені ашып қалғанда аузына алма тығылған інісі үстіне құлап түседі. Інісінен бұны кім жасады деп сұрағанда білмеймін дейді. Сол уақытта Wednesday'дің көріпкелдік қасиеті ұстап кетіп, кім екенін біліп қояды. Wednesday бұл қасиетін інісіне айтпауды жөн көреді. Кейіннен әлгі бұзақылар бассейнде дайындалып жатқанда, Wednesday келіп, кегін алу мақсатында аш пиранилерді бассейнге тастап жібереді. Олар барып, мына жетпегірдің әпшуін тістеп алады. Байғұс шыңғырып жылап жібереді. Бұл қылмысы үшін Wednesday'ді мектептен шығарып жібереді. Кейіннен Матиша және Гомес дейтін Адамстар отбасы қыздарын Невермор академиясына тапсыруға жол тартады. Невермор, яғни кәмелетке толмаған 18 жасқа толмаған қылмыскерлерді ұстайтын білім ордасы. Адамстар отбасы көлікте келе жатқанда, бір топ қыз Wednesday'дің ықпалымен алдыңғы әйнекке келіп соқтығысып құлап түседі. Осы кезде Wednesday'дің көріпкелдік пен жануарларды өзіне бағындыру түйсігі бар екенін түсінеміз. Бір кезде Wednesday Неверморға түскісі келмейтінін, қашып кететінін айтады. Сол кезде Адамстар отбасы өз кінәңді өз мойныңмен көтер деп жауап береді. Әкесі жігіттің өлмей арыз жазып жібергенін айтады. Ал Wednesday болса ол жігітті аяғанына өкініп, оны өлтіре салуың керек деп бедірейіп отыра береді. Жол бойына тоқтаған көліктен бір саяхатшы шығады. Ол кезде оған ескертеді. Орманда аю бар деп ескертеді. Бірақ ол жігіт тыңдамай Неверморға орманмен барам деп жауап қатады. Бір талдың төбіне отырып, енді ол жайғасқан кезде бір құбыжық шығады да мылжа-мылжасын шығарып тастайды. Адамстар отбасы Неверморға кіріп келе жатып, ауа райының жақсы болып тұрғанына ырза болып келеді. Адамстар отбасы директор Уимспен жолығады. Директор Wednesday'дің атына қызығып, сәрсенбі күні дүниеге келдің бе деп сұрайды. Ал Wednesday болса 10-шы күні жұмада деп жауап береді. Әр жұма 13-не түскен күн христиан дінін ұстанатын адамдарға сәтсіз күн болып есептеледі. Осы кезде шешесі директорға қарап: Из моего любимого детского стишка. Дочь среды, сестра беды. Жалпақ тілмен айтқанда, сәрсенбінің қызы қасіреттің өзі дегенді білдіреді екен. Жалпы Адамстар отбасы негативке толы ситуациялармен байланысты екенін түсінуге болады. Сөйтіп осы жерде Wednesday сабағын жақсы оқыса да, бірақ 5 жылда 8 мектеп ауыстырғаны туралы анықталады. Соған байланысты директор аптасына 2 рет психолог маманына жолығуын айтады. Wednesday бөлмесімен танысады. Ол жерде Энни Синклер есімді қасқыр құбышқа айнала алатын қызбен танысады. Энни оны құшақтамақшы болғанда, Wednesday'дің түрлі түстерге аллергиясы бар екені белгілі болады. Соған байланысты Wednesday'ге арнайы форма тіктіріп дайындап қойғанын айтады. Біраз уақыттан соң Энни Wednesday'ді мектеп айналасымен таныстырады. Мұнда отырғандар құбыжық қасқырлар. Ай толған кезде ұлып мазаңдалады. Ал екінші асу түстер, яғни вампирлер. Тағы біреулері суперлері. Олардың атаманы Бьянка Барклей. Оны Невермордың ханшайымы деп те атайды. Оның бір күнгі жігіті Ксавье Торпедоды таныстырады. Жалпы бұл мектепте де өзекшілерге Wednesday'дің адам жейтін каннибалдығы туралы тарап кеткендіктен әрбір жерде өзек тасушы, мысалы басынан жылан аққан Аяксты да белгілеп қоямыз. Мектепте Wednesday ата-аналарымен қоштасады. Алғашқы апта олар бетпе-бет жолыға алмағандықтан, Матиша оған хабарласу құралы, яғни хрустальды шарды және обсидиан бойтұмарын сыйға тартады. Бұл бойтұмармен бұрын-соңды елестерді шақырған. Матиша қанша жерден тас жүрек болса да, қызын қимай-қимай тастап кетіп, көзіне жас алып қалады. Гомес әйелінің уайымын басу үшін Зак деп аталатын адамның дене мүшесін, яғни өз отбасыларының бір мүшесін тастап кетеді. Осы сәттен бастап бұл Wednesday'дің көзіне түспей, оны қорғап қолғанат болып жүреді. Әлгі құбыжық бар орманға келетін болсақ, шериф есімді полиция қызметкері оны зерттеп жүріп, Неверморды сілтеп көрсетеді. Яғни ол тірліктің бәрін Невермордың құбыжықтары жасаған деп күдіктенеді. Алайда оған дәлел табылмай, істі жергілікті аюларға жаба салып, істі жабуды көздейді. Артынша жергілікті тұрғындарға орманға барып алау жағып,
отыруға тыйым салады. Жатақханаға оралсақ, Уэнсдей айнаны тазартып жатқанын көреміз. Қыздың бұл әрекеті Энниттің ашуына тиіп, арада екі көрші бір-бірімен бақталасып қалады. Эннит көбінесе ел арасында жарқырап, жайнап жүруді қалайды. Ал Уэнсдей өзінің жазушылық қабілетімен қараңғы жерде отыруды қалайды. Бөлмеге ботаника пәнінің мұғалімі кіріп келіп, екеуінің ұрысын паузаға қояды да, сыйластық ретінде Уэнсдейге шіріп кеткен ба, білмеймін, әйтеуір бір қап-қара бір гүлді береді. Сонымен қоса мектеп тәртібін айтып, бұдан былай оны бұзбауын сұрайды. Қылышпен сайысу үйірмесінде жаттығу өтіп жатады. Уэнсдейдің іші пысып кімге тиісерін білмей келе жатқанда, Роун деген оқушы жігіт жыланып тұрып қарсыласы Бьянкадан таяқ жеп отырады. Оған тұрып берем деген Уэнсдей тілінен қағынып басынан бір таяқ жейді. Бетіне тағы бір үшінші түс қосылып, қып-қызыл боп қан ағып кетеді. Уэнсдей тіпті қорыққан түр бермейді. Жарақатын емдеп отырып, Уэнсдей түрі Гарри Поттерға ұқсайтын Роунмен танысады. Содан сыртқа шығып келе жатқанда, Уэнсдейдің басына гаргулья құлап түсе жаздайды. Бірақ Ксавьер Торг оны соңғы сәтте құтқарып үлгереді. Уэнсдей табытта жатқан өлікке ұқсап, екінші мәрте мед бөлімшеге тап болады. Бьянкадан жеңілгеніне қапа болып, ең алғаш сезімін білдіре бастайды. Ксавье кішкентай кезде бірге өскенін, ойнап жүріп табыттың ішіне тығылып қалып, Уэнсдей болмағанда сол табытпен бірге өртеніп кете жаздағанын айтып, аман алып қалу есебін теңестіріп, Уэнсдеймен санасып отырады. Уэнсдей роман жазып отырғанда, оны тығылып жүріп аңдып жүрген Закты көріп қояды. Ол оны байқап қойып бірден қашпақ болады. Бірақ қыз оны ұстап алып, сені суырмаға қамап қоямын. Не болмаса, мені қашуға көмектесесің деп көндіреді. Ертесіне директор Уэнсдейді Джерика деп аталатын қалашыққа апарып, қалпына келтіру орталығына апарады. Валерий атты психиатрмен таныс боламыз. Валерий пациентінің ішкі денесіне ене бастағанда, қазір туалетке барып келем деп сол кеткеннен мол кетіп, құбырдың арасынан түсіп, қашып бара жатып алма тасымалдаушымен соқтығысып, оның жол апатынан өлетіні қыздың көзіне елестейді. Кейіпкер тығылып келіп, кофе аппаратын жөндей алмай тұрған жігітпен әлгі шерифтің баласы Тайлермен тап болады. Уэнсдей шұқылап отырып, әйтеуір аппаратты жөндеп береді. Есесіне табан жалтыратуға көлік тауып беруін сұрап, қалтасынан кір қағазының екеуін шығарып, қаржылай қолдағысы келеді. Бірақ Тайлер, мен ақшаға сатылмаймын. Күтсең 1 сағаттай күте тұр, одан кейін апарып тастаймын дейді. Сол уақытта психиатр далаға шығып, директорға Уэнсдейді жоғалтып алғанын хабарлайды. Уэнсдей болса қашып кететін алтын уақытын күтіп отырады. Bir кезде Перегрим әлемінде жұмыс істейтін бұзақылар тиісе бастайды. Уэнсдей Фейстер көкесі үйреткен кунг-фу соққыларымен үшеуін тынышталдырады. Шериф үстілерінен түсіп баласына ұрсады. Онымен қоса директор да Уэнсдейді тауып алып жүгіріп келеді. Директор қыздың тегін айтып, адамс деген сөзді аузына ала берген шериф Уэнсдейге қарап, бұрын соңды сенің әкең адам өлтірген үшін түрмеде отыруы тиіс дейтін сөздерден үрлеп, әкесіне қарап қызын ал дегендей баласына ымдап түсіндіреді. Жолда директор да қызға ақылын айтып, дұшпанның құйрығын түртіп бәлез дегенше, дос жаранға жақын болмайсың ба дегенде ақыл айтады. Сөйтіп дәл ауларынан жол апаты көрінісі орын алып жатады. Бұл Уэнсдейдің көріпкелдігі ұстап алма тасымалдаушының тағдырын көрген көріпкелдігі туралы болатын. Уэнсдей оның қалай өлгендігін айтқанда, алыстан қалай көріп тұрсың дейтін сұрақ директорды мазалап, ай, осын сен өлтірдің ау деген күдіктенген көзбен қарап кетеді. Уэнсдей виолончел аспабын қолына алып, жан тәнімен композиция орындап отырады. Тайлер Гомес Адамстың ісі сақталатын құжаттарды тауып алады. Шериф өз бөлмесінде кісі өлімі болған ақпараттарды талдап байланыстырып отырады. Роуэн телегенетикалық күшімен діттеген кітабын қолына алып, ішінен керек бетін жыртып алады. Суретші Ксавье сурет салып, Мерлин шыбыншытын шуалшаңмен қоректендіріп отырады. Директор әуенге сүйсініп құлағын түрумен болады. Әуен біте салып, Уэнсдейдің жанына Эннит жақындасады. Уэнсдей Эннитті Закпен таныстырып болғанда, екеуі жанға жайлы әңгімелеседі. Эннит лигандар тайпасынан болса да, толыққанды қасқырға айнала алмай, жақын арада жиыннан қуылып жалғыздықтан өлетін зарын айтады. Ал Уэнсдей иттің орнына скорпион бағып, оны қыдыртып жүргенде, бір топ жігіттер қағып өлтіріп қойғанына қайғырып, соңғы рет соны жерлеп отырып жылағанын еске түсіреді. Содан кейін Уэнсдейдің бойынан ешқандай эмоциялардың болмауы байқалады. Әңгіменің соңында Уэнсдей Энниттің компьютерін сұрап алып, Закты Тайлердің үйіне аттандырады. Оның алақанына маған мына номерге қоңырау шал деген хатты оқиды. Тайлер дереу оған қоңырау шалып, Уэнсдеймен сөйлеседі. Және екеуі кездесетін жерін белгілеп алады. Саябаққа келгенде Уэнсдей өзіне көз алмай қарап отырған директордың бақылауында екенін түсінеді. Сол себепті нысанадағы бүкіл шарды жарып алады да панданы ұтып алып, оны директордың көзін алдау мақсатында пайдаланады. Аяғын қарасаңдаршы, ойбай, не айтып кеттім.
Жоспар бойынша фейерверктер іске қосылған кезде Тайлермен кездесіп, әкесі туралы іс құжаттарды қолына түсіреді. Артынша қашып бара жатқан жерінен үш бұзақы пилигрим алдарынан шығады және кейіпкерлерінің бағытын өзгертіп жібереді. Байқаусызда Роуэнге тоқтығысып, көріпкелдік ұстап, оның ажалын алдын ала көріп қояды. Оны құтқарып қалу мақсатымен соның артынан жүгіреді. Сөйтіп Роуэн өз күшін пайдаланып қызды өлтірмекші болады. Естеріңде болса, жаңағы Гаргульяны Уэнсдейдің үстіне құлатып өлтірмек болған адам осы Роуэн. Оны өз мойнында кітапта жыртып алған суретін көрсетіп, шешесінің айтуы бойынша Неверморға ең қауіп төндіретін қыз осы Уэнсдей екенін түсініп, оны өлтірмекші болады. Суретті көрсетіп тұрғанда бір түсініксіз құбыжық келеді де Роуэннің мылша-мылшасын шығарып өлтіріп тастайды. Кейін Уэнсдей бөлмесіне келіп, әкесінің іс құжаттарын ақтарып отырады. Сол сәтте Уэнсдейдің әке-шешесі хрустальды шар арқылы байланысқа шығып, Уэнсдейдің жағдайын сұрайды. Уэнсдей әкесінің қылмыскер екенін және оның не үшін құбыжық құтқарып қалғанын білгісі келіп, әрі қарай Неверморда қалғысы келеді. Қызық болып кетеді оған. Келесі бөлімдерде Невермор қандай құпияларды сақтайтын туралы біліп, келесі бөлімдерде тамашалайтын боламыз. Өткізіп алмай, каналға лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.